Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін онлайн жүйесінде цифрлы технологиялар арқылы оқыту, соның ішінде Padlet платформасын пайдалана отырып, 7-ші сыныпқа қазақ тілі пәнінен тиімді сабақ өтудің бірден бір жолын көрсетпекшімін. Алдымен Padlet дегеніміз не? Осыған тоқтала өтейін. Padlet қызметі виртуалды кеңістікте бірлесіп жұмыс істеуге арналған құрал, яғни қазақ тілін оқытуда топтық жұмыстарға өте қолайлы десем болады. Өйткені біз бұл арада ұжымдық ми шабуылын ұйымдастырып, бірден белгілі бір тақырып бойынша виртуалды көрме, плакат немесе қабырға газетін дайындай аламыз. Сондай-ақ тақтаны пайдалану барысында элементтерді жылжытуға, үлкейтуге, кішірейтуге, фондық суретті ауыстыруға, сондай-ақ басқалармен бірлесіп жұмыс істеуге болады. Padlet онлайн сервисін тегін түрде пайдалануға болады. Бұл бірден бір үлкен көмек десек болады. Сондай-ақ тақтаға QR кодын енгізе аламыз. Әрбір оқушы жеке сілтеме арқылы сабаққа қатыса алады. Енді сіздердің назарларыңызға 7-ші сыныптың КМЖ-сы, яғни қысқа мерзімді жоспарына сай, бір тақырыпты таңдап алып, Padlet тақтасына басынан соңына дейін түгел жоспарлап енгізіп қойдым. Алдыменен сабақтың басталуы. Сабақ басталған уақытта оқушыларды түгендеп, оларменен алдыменен амандасып, психологиялық ахуал туғызып аламын. Кейін үй тапсырмасын сұрау. Үй тапсырмасын ыстық орындық әдісі бойынша сұраймын. Ендігі кезекте оқушылардың назарларына жаңа тақырыпты болжау үшін суретті көрсететін боламын. Суретке қарай отырып, оқушылар суретке қатысты өз идеяларын айтады және жаңа тақырыпты болжайды. Біздің бүгінгі тақырыбымыз ұлттар достығының ұйытқысы. Сабақтың мақсаты сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтау. Ендігі кезекте оқушылардың назарына бейнематериалды ұсынамын. Байқағандарыңыздай, мен бұл жерге дайын бейнематериалды жүктеп қойдым. Padlet тақтасының ерекшелігі бейнематериалды алдын ала жүктеп қойсаңыздар, немесе дәл сол арада ғаламтордан тікелей сілтеме арқылы түрлі видеоматериалдарды, яғни бейнематериалдарды көрсетсеңіздер болады. Саяси тұрақтылықтың, халықтар достығының арқасы. Қазақстанды мекендеген ұлттар мен ұлыстардың өкілдері осылай дейді. Көрсету барысында бейнематериалды оқушылардың назарына үлкейтіп көрсетесіздер. Ендігі кезекте осы көрген бейнематериал бойынша мәтінге қатысты сұрақтарға жауап береді. Мәтіндегі ақпараттарды анықтап, бірінші, екінші, үшінші және соңғы сөйлем арқылы өз ойларын жалғастырады. Келесі кезекте аудиоматериал, яғни бұл жерге мен қызықты болсын деп, оқушыларға өзімнің даусыма жазылған аудиоматериалды енгізіп қойдым. Етістіктің шақ категориясы іс-әрекет, жай-күйдің білу мезгілі мен сөйлеп тұрған уақыт арасындағы қарым-қатынасты білдіретін грамматикалық категория. 1 минуттық аудиоматериалды тыңдайды және материалдың ішіндегі қате ақпараттарды табады. Келесі оқылым тапсырмасы. Оқушылардың назарына алдын ала дайындалған мәтінді ұсынамын. Мәтінді мұқият оқу арқылы оқушылар ендігі кезекте түртіп алу әдісіменен жазылым тапсырмасын орындайды. Яғни, берілген мәтіннің ішінен етістіктің шақтарын табады. Сондай-ақ мәтіннің ішіндегі шылауы бар сөйлемдерді теріп, дәптерлеріне жазып шығады. Әрбір тапсырма сайын оқушыларменен кері байланыс жасап отырамын. Кері байланыс бас бармақ әдісі, жапондық бағалау, 1-ден 10-ға дейін бағалау, мақтау сөз атты әдістерді пайдалану арқылы өтеді. Ендігі кезекте Попус формуласы бойынша талдау, яғни өткен сабақты материалды игерген оқушылар менің ойымша, өйткені, мысалы, қорытындылай келе деген сөздерді пайдалана отырып, өз ойларын сөйлеменен айқындап жеткізетін болады. Келесі кезекте, мына жерде қосу батырмасын көріп отырсаңыздар, міне осыны басу арқылы оқушылар әрбір тапсырманы талдаған сайын барлық оқушылардың назарына ұсынылатындай тақтаға жазса болады. Яғни қосу батырмасын бастық, енді суреттегенге кіреміз және осы жерде кез келген сөзді оқушылар жаза алады және бұны пайдаланушылардың барлығы да көреді. Сабақтың соңында
Үй тапсырмасын беремін. Үй тапсырмасын гаджеттеріне бірден түсіріп алса болады. Бұл өте тиімді деп ойлаймын. Ұлттық құндылық атты тақырыпта диалог құрыңдар және диалогты келер шақта құрып жазып келетін болады. Сабақ соңында рефлексия, яғни бүгінгі өткен сабақты қорытындылаймыз. Мен SMS әдісін алдым. Бұл әдісте оқушылар гаджеттер арқылы маған SMS жіберсе, болмаса осы онлайн тақтаға өз пікірлерін қалдырса болады. Яғни, сабақты өте жақсы түсіндім, болмаса мен сабақты жақсы түсіндім, не болмаса тақырып бойынша әлі де ізденуім керек деген бір SMS әдісін маған жіберетін болады. Міне, Padlet тақтасының тиімділігі сіздердің назарларыңызға ұсынылды. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет.